Бәріне сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін тез дайындалатын кекс рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаны ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне шекерімізді салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Массамыздың үстіне қопсытқышты салып, ары қарай ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Үстіне қаймағымызды салып, барлық массаны жақсылап араластырып шығамыз. Енді какаомызды салып, бір келкі болғанға дейін араластырып шығамыз. Алдын ала илектен өткізілген ұнымызды салып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі масса шыққанға дейін. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Кекске арналған формамызға құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке салып, 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің кексіміз дайын болды. Әсемдеу үшін бетіне мен кондитерский мешокқа қаймағымызды салып, бетіне үгітілген печеньямызды сеуіп шықтым. Кексіміз өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше.